тойымыздың төріне көптен күткен біздің мінеки жаңа құдаларымыз да той төріне келіп жетті. Ендеше қадірлі қонақтар, құрметті ағайын, пайғамбарда күйеу баласын сыйлаған дейді қадірлі ағайын. Қазақта бір жақсы сөз бар: күйеу аты болмаса, жақсы болса өз ұлың, келін аты болмаса, жақсы болса өз қызың дейді қадірлі ағайын. Ендеше бір сіздердің ерекше ықыластарыңызбенен, құрмет қошеметтеріңізбен осы әулетімізге 10 қадаммен келіп отырған бүгін мінеки Ботагөз әпкеміздің шырайлы қызы, Шынар қызымыздың қолын сұрай келіп отырған біздің ергендей ұлдарыңызды қарсы алуымыз керек болады қадірлі ағайын. Сәлем беріп алдына келіп тұрмын. Руым Найман, тегін Балтабек есім берген, киелі тарихы бар Тараз жерден келгенмін. Күйеулеріңізді бір қошеметтеріңіз аймаңыздар, қойылып болсын, елге сәлемдер. Қадірлі құрметті ағайындар, қадірлі имамдар, мінекей көптен күткен тағы да күйеу баламыз той төріне келді. Ендеше сіздер тағы бір ерекше ықыластарыңызбенен, құрмет қошеметтеріңізбен бүгінгі мінеки Шынар қызымызды қарсы алайық ағайын. Шынар қызымыз ортамызда, қошеметтеріңізбен. Біздің ерген ұлтыңыздың әнімен. Ал ереке, кіші әніңізді арнап Шынар қызымызды қарсы алайық. Ергендер күйеу балаларыңыз өнердің ауылынан алыс емес. Шынардай өзімдегі болашақ жарын өзінің әсем әнімен қолына қондырып жатқан жағдайы бар.